Біз тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі студия қонағы Қазақстан Жастар Конгресі жанындағы Республикалық жастарды дамыту орталығының басшысы Ерғазы Әзімханұлы. Ерғазы, қош келдің студиямызға. Бүгінгі мәселеден айтылған бірден бастайық. Қоғамдық даму министрі Дархан Қалетаев бүгін ниетсіз жастар, ниетсіздер деген термин айтты. Яғни жұмыс істегісі келмейтін, еңбекке жарамсыз, білім деңгейі төмен жастар солай айтады. Олардың саны 100 мыңнан асады деді. Жалпы өзіңде осы жастар дамыту орталығының басқарып отырсың. Осы сөзге қалай қарайсың? Қайдан шықты деп ойлайсың бұл нәрсе? Ниетсіз жастар дегенде, яғни осы бүгінгі үкімет отырысында Дархан Аманұлы айтқан бойынша, олар ниет деген бағдарламаны, яғни жол картасын жасап шығарған болатын жастарға арналған. Сол жол картаның аты ниет болғандықтан, ниетсіз жастар, қалай дедіңіз? Ниетсіз деген сөз. Иә, ниетсіз деген сөз деп соған ұйқастырып айтқан шығар бәлкім. Бірақ негізі ол сөзінде астары бар. Себебі біз Астана қаласының мегаполистарымызды айтпағанда өңірлерге барған кезде көп кездестіріп жатамыз. Жалпы оларды қызықтырайын деп түрлі форумдар ұйымдастырып жатқан кезде, түрлі кездесулер ұйымдастырып жатқан кезде, олар өздерінің ниетсіз екендерін білдіріп жатады. Сол себепті мүмкін министріміз солай айтқан шығар. Себебі олардың қазіргі өңірлеріміздегі жастардың қызығушылығы аз. Себебі мүмкін ол жақтағы бізде бар ғой, МРЦ деп айтады, яғни жастармен жұмыс істеу әкімдік жанындағы орталықтар бар, бізде коммуналды мемлекет мекемелер. Сол мемлекет мекемелердің мүмкін жұмысының сапалығын төменнен дейін, бірақ ешкімді жамандамаймыз әрине. Бірақ өңірлердегі қызығушылығымыз мегаполистерге қарағанда аз. Мүмкін ол жақта мүмкіндіктердің аздығына байланысты шығар, мүмкін сұраныстың көптігі болмағандықтан, ол жақта мүмкіндіктері аз болғандықтан шығар. Сол үшін өңірлерге жалпы барлық жастарымыз емес, нақты бір жастардың аудиториясына айтқан деп ойлаймын негізі. Түсінікті, жақсы. Енді жалпы өзің білесің, кез келген адамның бойында потенциалы болады. Оны жүзеге асыру үшін мемлекет көмектесу керек. Ал жалпы өзі билік бірдеңені дұрыс жасамаған кезде жастарға жаба салады көбінесе. Мысалы, мүмкін мемлекет тарапынан дұрыс жағдай жасалмай жатыр ма? Мүмкін жаңағыда Айдар тағы бөлек дегеннен гөрі үкімет көмектесу керек шығар. Қазір осы жағынан не істеліп жатыр мемлекет тарапынан? Айтып бере аласың ба? Жастарға байланысты. Айтып бере алам. Мысалы, мемлекет тарапынан дегенде, осы біздің жастарды дамыту орталығының ашылуының өзі, сол сіз айтқан секілді жастарға көмек берудің көп уақыт болған жоқ, ашылғаны? Ашылғаны көп уақыт болған жоқ. Осыдан бір 3 аптаның төңірегі болды, енді ашылды. Енді қазір барлық бағдарламалар қарастырылып, міне күні кеше біз 7 жалын деген бірінші жобамызды таныстырып, яғни презентациясын жасап үлгердік, барлық бұқаралық ақпарат құралдарына бердік, және де біздің жалпы орталықтың негізгі мақсаты да сол. Сол секілді үкімет міне осы орталықты ашып жатқаннан кейін, яғни үкіметтің де қызығушылығы бар деген сөз жастардың дамуында. Тек қана өйтіп бөліп жарудың қажеті жоқ, жалпы қазіргі кезде үкіметтен барлық жағдайлар қарастырылған. Менің өзім соның дәлелі. Кеше ғана мысалы осыдан 3 жыл бұрын мен жай ғана студент едім. 3 жылдан кейін жастар маслихатына сайлауға түсіп, сол сайлауда жеңіске жетіп, Астана қаласының жастар маслихатының депутаты атанып, одан кейін сол жастар маслихатының хатшысы атанып, содан кейін барып, міне енді республикалық жастар дамыту орталығының басшысы болып отыр. Сол үшін үкіметтен мүмкіндіктер қарастырылмаған, жағдайлар жасалмаған деудің орнына біздің жастарымыз бағана ниетсіз дедіңіз ғой. Сол үшін ниеттерін арттыру керек. Ең бастысы ниет. Адам өзі жасаймын десе, ол кез келген мемлекетте жасайды. Түсінікті. Қазіргі таңда жалпы елімізде жас санатына жататын қанша адам бар және олардың қаншасы жұмыссыз? Біз нақты айта алмаймыз, бірақ ортақ статистикаға сүйенетін болсақ, бізде жас санаты деп 18 жас пен 29 жас аралығы саналады. Сол жаста бізде 5 миллионға жуық жас бар. Бірақ соның бір 23-27% жұмыспен қамтылған, қалғандары белгілі себептерге жұмыспен қамтылмаған болып саналады. Түсінікті. Қазіргі кезде бізде Қазақстанда 500-ден аса жастар ұйымы бар екен. Не істейді олар? Жастардың мәселесін шеше ала ма? Немен айналысады? Жастар ұйымдарының әрине шеше алады. Мысалы, біздің Қазақстан Жастар Конгресінің өзі заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бірлестік. Бұның өзі консолидация дейді, орысша жастар ұйымдарының бірлестігі болып саналады. Біздің құрамға 8 ұйым кіреді, соның ішінде Жайдарман, Жасыл ел, сіздер білетін Жастарбаз деген, сол секілді Қазақстан студенттер альянсы бар оның ішінде. Яғни ол ұйымдардың басты ашылу мақсаты сол көмектесу.
және жастарға көмектесу. Мысалы, студенттер альянсы өздерінің статистикаларында айтады, біз 530 мыңға жуық студентпен жұмыс жасаймыз деп Қазақстандағы. Сол секілді әрбір ұйымның өзінің нақты бір бағыты бар. Мысалы, жайдарманды сіздер айтпай, ол жарнама жасаудың да қажеті жоқса, жайдарманды білесіздер, көшеден алып келген, көшеден дегенде ауылдардан түрлі жерлерден алып келген балаларымыз, мысалы, республика деңгейінде сіздердің Қазақстан ұлттық арнасына шығып, өздерінің өнерлерін көрсетіп жатады. Ол да ұйым, жайдарман да ұйым. Сол секілді ұйымдардың барлығы, 500-ге жуық ұйымның барлығы жұмыстар мықты атқарып жатыр деп айтамаймын, бірақ нақты ол ұйымдар жұмыс істеп жатқандар бар. Жақсы, уақытымыз аяқталыпты. Ерғазы, рахмет студиямызға келіп пікіріңді айтқаныңа алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізде студияда болған Қазақстан Жастар Конгресі жанындағы Республикалық жастар дамыту орталығының басшысы Ерғазы Әзімханұлы болатын. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, саламат. Біз хабарымызды қарай жалғастырамыз.